Биылғы жаңалықтарды көре отырып көп сұрақ санамды мазалайтын болып кетті. Ол қандай сұрақ дейсіз ғой? Батыр деген кім осы? Жоқ, бұрынғының батыр бабаларын айтып отырғаным жоқ. Бүгінгінің бейбіт елдің батыры кім қазаққа? Ақтагонға шығып бір-бірінің мұрнын қанатып, қалтасын қампайтатындар ма, жоқ әлде мен патриотпын деп алаңға көк туды алып шығып ұрандататындар ма? Кім батыр? Мен нағыз батыр деп Астана қаласында өртті кеудесімен тосып жауып құтқарған Асқар Забекулинді айтар едім. Амал не? Ол батырымыз қазір жоқ. Мәңгілікке аттанды да кете барды. Ең өкініштісі не дейсіз ғой? Ең өкініштісі, біздің елде батырларға өлгеннен соң үй, ақша, премия беріледі. Өлгеннен соң түсінесіз бе? Ол батырларымыз өрт сөндірушілік жолын таңдаған, әлбетте айлығы аз, яғни айлыққа емес, абыройға жұмыс деген нағыз қаһармандар ғой. Қайсыңыз жоқ оларда бас-бастарында баспана, жағдайы қалыпты деп айта аласыз? Жағдай жақсы болса, өлгеннен соң неге Абай облысында 14 батырға баспана берді? Неге біздің елде өлгеннен соң емес, осы қалыптасқан стереотипті бұзып, тірі кезінде қуантпасқа? Себебі өрт сөндіруші батырлар ертесін жұмысқа кеткеннен соң оралатынына, жарын құшып баласын иіскейтініне кепіл жоқ қой. Не үшін өрт сөндіруші тілсіз апатпен алысуға кеткен кезде үйінің жағдайына алаң болу керек? Осындай қазақтың батыр жігіттерін абыройын асқақтататын, ел қатарлы жағдайын жасайтын, ел тізгінін ұстап отырған рухты мәрт ағаларымыз кезек сіздерде деп ойлаймын. Осыны сіздер қолға алсаңыздар екен деймін. Себебі батырлардың әр есікті қағып баспана сұрауға уақыты жоқ. Олар елдің жүгін көтеріп, өрттен, апаттан құтқаруы керек. Сондай бір азаматтың жары ретінде, анасы ретінде, қарындасы ретіндегі менің басынам осы жігіттердің мәртебесін ел болып көтерейікші. Батырларымызды тірі кезінде ұлықтайықшы.